Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін мен осы видеороликта өте маңызды заттарды айтамын. Қалай біз өзіміздің бүйрегімізді небәрі 7 күннің ішінде тап-таза қылып тазалай аламыз. Осы мәселесіне сөйлесетін боламыз. Қандай заттарды жеген дұрыс? Мысалы, үй жағдайының өзінде сіздер күнделікті түрде бір дұрыс емес зат жеп жүруіңіз мүмкін. Осы үшін сіздің бүйректеріңіз ауырып, киста секілді, полиптар секілді неше түрлі тастар пайда болып жатуы мүмкін. Креатиндеріңіз көбейіп, сол себепті қандай тамақтардан аулақ болу керек және қандай тамақтар жеген дұрыс и не вообще ішу керек, осы мәселесін сөйлесетін боламын. Видео өте маңызды, қызықты болады. Қазір келіп лайк басып комментарий кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең біріншіден айтып кетейін, жалпы бүйрек дегеніміз бұл фильтр ретінде жұмыс істейтін орган. Егер біздің бүйректеріміз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда біздің ағзамызға токсиндер тарап бастайды. Токсиндер қашан тарайды? Бізде терімізбен проблема басталады, әлсіздік болады, терімізге зуд, неше түрлі жаралар шығуы мүмкін, интоксикация салдарынан температура көтеруі мүмкін, жалпы өңкей көптеген мәселелерді туындататын аурулар болады. Сол себепті бүйрегіміз дұрыс функция жасау керек. Ал бүйректі қалай тазалайды дейтін болсаңыздар, ең басында бүйрегіңіз дұрыс жұмыс жасау үшін не істеу керек? Біз дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану деген кезде сіздер колбасный изделия дейді ғой, колбасалар, неше түрлі сарделькалар, неше түрлі копченый болсын, вареный болсын, осының барынан бас тарту керексіздер. Не үшін дейтін болсаңыздар, соңғы статьялардан, ағылшын тілінен алған статьяларды оқып шықтым. Құрамында нитрозамин, колбасный изделиялардың барлығында нитрозамин деген заттарды қосады. Одан бөлек көптеген қоспаларды қосады. Бұлар канцерогенді болып табылады біздің ағзамызға. Енді ойлаңызшы, мысалға етті бір айлап тұрамайды ғой, бір ай бойы колбаса тұра алады. Не үшін? Өйткені нитрозамин секілді заттар бұл колбасаның структурасын сақтап тұрады және де бұзылып кетпеуіне септігін тигізеді. Бірақтан біз жеген кезде ол біздің именно мынау бүйрегімізге кері әсерін келтіретін зат. Мысалға алдында бір пациенттерім болды, тамақтарында мысалға өте көп колбасный изделиялар жейді екен, соның салдарынан креатиндер өсіп кеткен. Болмаса давлениялар көтеріп кеткен. Оның үстіне креатиннен бөлек, давлениені бөлек, колбасаның құрамында тұз өте көп болады, өйткені тұзды болады. Сол себепті давлениені көтеріп жібереді. Сол себепті колбасный изделияларды вообще алып тастағандарыңыз дұрыс. Екінші продукт біз жемеу керекпіз, еш уақытта ішпеу керекпіз, ол красное вино. Жалпы алкоголь деп қарасақ та болады. Не үшін дейтін болсаңыздар, бұның құрамында этанол деген зат бар. Этил спирті бар, этанол бар. Этанол деген зат не үшін біздің ағзамызға кері әсер тигізеді, не үшін біздің бүйрегіміз өлтіреді дейтін болсаңыздар, ол гемолиз тудырады. Гемолиз дегеніміз не? Ол дегеніміз мысалға мынау эритроциттер болатын болса, біздің қарнымыздағы бүйтіп ұшып жүрген, осы қарнымыздағы эритроциттерді бір-біріне жабыстырып тастайтын зат болып табылады, этанол деген. Мысалға, мынау эритроциттер болатын болса, мына екі зат қанның ішінде бүйтіп айналып жүретін. Этанол спирт түсетін болса, қанға тараған кезде бұлар бір-біріне жабыстырып тастайды. Түсесіз бе? Сол кезде гемолизден эритроциттер зақымданып бастайды клеткалар. Бұл бізде инсультқа алып келуі мүмкін, инфарктқа алып келуі мүмкін, бүйрек проблемаларына, бүйректің канализацияларын, почечно-лаханочная системаны, клеткаларын, нефроциттерді осының бәрін зақымданатын ең басты құртатын зат болып табылады. Бұл этанол. Сол себепті қызыл вино болсын, ақ вино болсын, немесе алкогольдар болсын, пивасы болсын, нулевкасы болсын, бұдан аулақ болған дұрыс болады. Екінші зат, біз фастфудтардан бас тарту керекпіз. Не үшін дейтін болсаңыз, фастфудтар мысалға адам дайындаған кезде майлары канцероген болып табылады. Өйткені олар майды бір-ақ рет қуырып төкпейді, мысалға ол майға азаннан бастап кешке дейін бүткіл картошка фрейінде қуырады, чекендарында қуыру мүмкін, тағы басқа не бар, соның бәрін бір майға істей береді. Білесіздер ғой, майдың жаровой температурасы бар, мысалға 200-300 градус, болмаса кейбір 120 градус, 150 градус әртүрлі болады. Бірақ майлар жалпы қуыруға арналмаған. Олар көбінесе біздің майлар подсолнечный болсын, басқасы болсын, олар тек қана тамаққа қосуға, болмаса салаттарға қосып жеуге негізі
бейімделген майлар. Бұларды қорған кезде, особенно ұзақ уақыт қорған кезде бүткіл канцероген біздің ағзамызға сіңеді сол жеген кезде, түсінесіз? Сол себепті фастфудты жеген кезде көшедегі оның картошка фрида, чикені болсын, барлығы біздің бүйрегіміздің қан тамырларына жаман әсер етеді. Нефроциттерін құртады былай айтқан кезде. Егер ұзақ уақыт тек фастфудпен тамақтанатын болсаңыз, біріншіден сіздің ас қорыту жүйеңіз құриды, екіншіден бүйрегіңіз нагрузка алады, бүйрегіңіз құртылатын болады. Содан кейінгі заттар полуфабрикаттар. Не ол мысалы полуфабрикат? Балықтар копченый болуы мүмкін, неше түрлі коптить етілген тоже ешкалар қосылады өте көп, және де консервленген заттар. Консервленген заттардың ішіне не кіреді дейтін болсаңыздар, мысалға балықтар, тунец болсын, сардельки, шпроты, килька, осының барлығы ешкалармен сақтанады. Ойлаңызшы, сіз мысалға бір продуктыны алдыңыз, мысалға мына түңкенің ішіне балықтарды сап қойдыңыз, енді балықты сап қоясыз да, әшейін қоясаңыз осылай үйіңізге, квартираңызда болсын, үйіңіз болсын, далада болсын, тұрсын. Көріңіз, 2-3 күннен кейін сасып кетеді балық, дұрыс па? Не үшін? Өйткені естественно средада бактериялар пайда болып, бұны жеп тастайды да, жоқ қылып жібереді. Былай айтқан кезде шіріп кетеді. Ал қалай біз консервіленген заттар қосылған кезде ішіне неше түрлі консерва, ешкалар, добавкалар, бұның барлығы балықты 3-4 жылға дейін, 5 жылға дейін, кейде 10 жылға дейін даже сақтауы мүмкін. Ойлаңызшы. 10 жыл бойы даже бактериялардың өзі небәрі 2-3 күннің ішінде жоқ қылып жіберетін, ерітіп-шірітіп. Бактериялардың өзі 4-5 жыл бойы жоқтан ішінде жоқ. Не үшін? Өйткені оның бәрі өліп қалған үшін. Тірі зат жоқ мынаның ішінде, түсінесіз бе? Сол себепті бұндай заттар біз жеген кезде бұл біздің бүйрегімізді құртады және бүйрегіміздің дұрыс емес функциясын алып келеді. Құдай сақтасын, гемодиализға жіберуі мүмкін адамдарды, бұндай тамақтар бүйректерін құртып, отектарға алып келуі мүмкін. Давлениялары өсіп, не үшін қазір 2 адамның бірінде давление бар? Вот, пожалуйста. Өйткені тамақтанымыз дұрыс емес. Содан кейінгі заттар, жақсы заттар не дейтін болсаңыздар, клетчатка қабылдау керекпіз. Клетчатка дегеніміз не? Мысалға, клетчатка деген ол овощтар. Овощтар дегеніміз көкөністер, капуста болсын, брюссельская капуста болсын, авокадо болсын, помидор, огурцы, тағы не бар? Руколасы бар, перецтар болады, неше түрлі. Жалпы көкөністің бәрі біздің ағзамызға, особенно біздің почкамызға өте керекті. Және ішектеріміз дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі, запор болмайды. Бүйрегімізді тазалайды былай айтқан кезде. Фруктыдан виноград өте жақсы бүйректі тазалайды, бірақ көп жемеңіздер және күнделікті жемеңіздер. Аптасына 2-3 рет 1-2 уыстан виноград дейді ғой, мына жүзім жейтін болсаңыздар, қарасы болсын, жасылы болсын, болмаса басқа цветтер болсын. Бұл біздің бүйрегімізді өте әдемі тазалайтын зат болып табылады. Сол себепті сезон кезінде әсіресе осындай заттарды жеңіздер. Клубникасы бар, малинасы бар, осындай смородина, неше түрлі, тағы басқасы өте әдемі, күшті. Содан кейінгі заттар, псилиум деген зат бар. Псилиум дегеніміз бұл добавка. Былай айтқан кезде өсімдіктің сырты. Былай, оны порошок қылып, осындай стаканға мысалы араластырып күніне бір мезгіліне ішіп тұратын болсаңыз, сізде әлде запор болмайды, және де почкаңыз дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Содан кейін не істеу керекпіз? Тамаққа тұзды аз қосыңыздар. Мысалға столовый ложкамен көбейтетін болсаңыздар, күнделікті рациондарыңызда тұзды, мысалға да, столовый ложка деген өзі көп болады. Негізі 1-2 чайный ложка біздің ағзамызға жеткілікті болады тұздан күнделікті түрде. Сол себепті көп қолданбаңыздар еш уақытта, өйткені тұз, білесіздер ғой, бұл тұздың барлығы қай жерде тұз жүреді, сол өзінен суды сіңіре береді. Сіз отек не үшін пайда болады? Осы тұздан пайда болады да. Өйткені водно-солевой балансыңыз бұзылады. Сол себепті тұзды көп қолданбаңыздар. Содан кейін витамин С и лимон қабылдау керекпіз. Почкамызды небәрі 7 күннің ішінде тап-таза қылатын заттар. Яблочный уксуста болады. Мысалға, рецептін айтып кетейін. Лимонды бөлесіздер, 2-ке бөлесіздер, 1 жартысын 1 литр суға езесіздерді, қайнаған су құясыздар, жылы болмаса мұздай бола береді. Комнатный температурада осындай күнделікті түрде 2 стаканнан болмаса 1 стаканнан аш қарынға болсан, тамақтан кейін болсан ішіп тұратын болсаңыз, сіздің бүйректеріңіз сізге рахмет айтатын болады. Небәрі
7 күннің ішінде таптаза қылады. Тағы бір рецепт бұл яблочный уксус. Яблочный уксустың әшейін базарға барып любой түрін ала салмаңыз, өйткені оның бәрі ағзамызға жақсы көмектеспейді. Ол әшейін просто химияда кәдімгі қолдан жасаған яблочный уксустар бар. Сондайды алып қолданатын болсаңыздар, онда бұл біздің ағзамызға өте керемет көмектеседі. Бір шай қасықты осындай суға араластырып, күнделікті түрде 1-2 стаканнан ішесіздер. Ал егер де сіздер осы бүйрек тазалау мәселесін көргіңіз келсе, тағы да өте қызықты маңызды заттар дайындап қойдым сіздер үшін. Төбеде ссылка шығады, соны басып көріп шығыңыздар. Бүйрек туралы өте маңызды заттар айтылған. Содан кейін егер де сіздермен консультацияма жалғыңыз келсе, астына описаниеда мен номер телефоным бар, соған жазыңыздар. Ақылы түрде консультация алғым келеді дейтін болсаңыздар, мен сіздерді аңғартып лақтырамын. Ал егер сіздерге осы видео ұнаған болса, каналға келіп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Сау болыңыз.